Әз Наурызға дайындық басталып кетті. Алғаш болып қолөнер шеберлері туындыларын халық назарына ұсынбақ. Өнер мұражайы қолға алған бұл жоба тұрғындарға ерекше көңіл-күй сыйлайтын болады. Басты мақсат ұлттық өнерге деген қызығушылықты арттыру. Әбілхан Қастеев атындағы өнер мұражайының қызметкерлері қазір жаңа жобаға дайындық үстінде. Олар олыстың ұлы күні қарсаңында қазақтың ұлттық сәндік қолданбалы өнерін мейлінше дәріптеуді көздеп отыр. Осыған орай сәндік қолданбалы бұйымдардың жасалу жолын үйрететін арнайы шеберлік сағаттарын ұйымдастырмақ. Аталмыш жобаға кез келген қала тұрғыны мен шетел азаматтары қатысып, ұлттық өнердің қыр-сырына қанығатын болады. Біз өте қызық мәдени жоба жасауды көздеп отырмыз. Оған қатысушылар тек шеберлік сабақтарымен шектелмей, мұражайдың сәндік қолданбалы өнері залына саяхат жасауға мүмкіндік алады. Сондай-ақ киіз үйдің әшекей бұйымдары мен әртүрлі сәндік бұйымдарды өз қолдарымен жасап үйренеді. Мұражай қолға алған шара жоғарыдағы жобамен шектелмейді. Осы күні музейде қазақтың ұлттық ойындары мен айтыс өнерін паш ететін ерекше көрме жұмыс жасауда. Экспозицияға аударыспақ, бәйге, көкпар, қыз қуу сынды ұлттық ойындар көрінісі мен ұлттық дәстүрдің ерекшеліктерін көрсететін 60-қа жуық туынды қойылған. Оның қатарында белгілі қылқалам шеберлері Қанафия Телжанов, Салихиддин Айтбаев, Әбдірашид Сыдықанов пен ұлттық ойындардың топтамасын графикалық мәнерде жасаған Евгений Сидоркиннің жұмыстары бар. Қазақтың ұлттық бұл ойын түрлері әлі де ұмытылған жоқ. Мысалы, күннен күнге жаңғырып келеді. Әртүрлі үлкен тойларда, мысалы 22 наурызда, наурыз тойы тойланғанда, бұл ұлттық ойындар өзінің жалғасын тауып, үлкен жаңағы көлемде ұйымдастырылып, жарыстар өткізіледі. Сондықтан да бұл көрме әз наурыз мейрамы қарсаңында ұйымдастырылып отыр. Аталмыш көрме ЮНЕСКО-ның 70 жылдық мерейтойымен де тұспа-тұс келді. Сондықтан биыл көкпар ойынын ЮНЕСКО-ның мәдени мұралар тізіміне енгізу қарастырылып отыр. Әрі қыркүйекте Әбілхан Қастеев атындағы өнер мұражайына 80 жыл толады. Айтулы датаға орай музейде үлкен шаралар жүзеге асады деп күтілуде. Жоспарда мұражай қорындағы туындыларды үлкен альбом ретінде шығару бар. Айдана Мейрамбайқызы, Арсен Сандыбаев, Алматы телеарнасы.